Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай, ең дәмді икра салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен көкөністерімізді осылай жуып тазалап алдым. Қызып тұрған қазаныма майымды құйып, үстінен пиязымды салып, болгар бұрышын салып, осылай қуырып алдым. Сәбізімізді салып, араластырып қуырып алдым. Ет тартқыштан өткізілген помидорымды салып, қайнатып, дәміне қарай тұзымды, қантымды салып алдым. Осылай біраз қайнатып алдым. Сол арада сарымсағымызды жуып, тазалап, турап алдым. Укробымызды да жуып, тазалап, турадым. Мен кинза да қостым. Осылай барлығын бір келкет турап алдым. Бір тал ащы бұрышын да қостым. Барлығын қосып, араластырып алдым. Мен салатымды 1 сағат қайнатып алдым. Осылай қайнап тұрған суыма қақпақтарымды салып алдым. Сосын банкамды да жуып, тазалап, парлап алдым. Үстіне салатымды құйып алдым. Сосын банкаларымның аузын жауып, осылай бұрап алдым. Сіздер де жасап көрулеріңізді сұраймын. Өзім алғаш жасауым. Ең оңай салаттардың бірі екен. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.